Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді құймақтың жасалу жолын ұсынамын. Алғашқы рет жасағаннан мінсіз болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға қалдырамын. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқаны саламыз. Қантты саламыз. Содан соң тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Достар, менің каналымда басқа да құймақтардың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Келесі кезекте жылы айранды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Енді електен өткізілген ұнды аз-аздан сала отырып, біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Бізде қамырдың қоюлығы қаймақ тәріздес болғаны дұрыс, қатты сұйық та қою да болып кетпеуі керек. Ұн әркімде әртүрлі болғандықтан описанияда жазылып тұрған граммнан сізде көп немесе аз кетуі мүмкін. Сондықтан ұнды аз-аздан сала отырып араластырамыз. Ендігі кезекте ас содасын қосып, жақсылап араластырамыз. Бөлме температурасына 15-20 минутқа қойып қоямыз. Келесі жасайтынымыз ең алдымен табаны қыздырып аламыз. Сонан соң сұйық май құямыз. Мендегі таба жабыспайтын болғандықтан сұйық майды көп құймадым. Ендігі кезекте бір ас қасықтан қамырдан құйып шығамыз. Қақпағын жауып, жай отта 3-4 минуттай пісіріп аламыз. Құймақтардың асты пісе бастағанда бетінде көпіршіктер пайда болады. Сонан соң құймақтарды келесі бетіне аударамыз. Бірінші жағына қарағанда екінші жағы тез піседі. Бұл жолы қақпағын жаппаймыз. Піскен құймақтардың барлығын қағаз майлықтың үстіне қоямыз. Ешқандай қиындығы жоқ, өте оңай жасалады. Барлық құймақтарды осы әдіспен пісіріп шығамыз. Мінекей достар, өте дәмді, жылдам дайындалатын құймақтарымыз дайын. Алғашқы рет жасағаннан мінсіз болып шығады. Дәмі тіл үйіретін құймақтарды сіз де жасап көріңіз, ұнайтынына сенімдімін. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.